бала болғанда бұл панасыз бала болып бір кемпірден басқа тақыл сұрайтын. Я үлкен ағасы болмады, я өзімен жетелдес інісі болмады. Айттым ғой енді, әке де, шеше де, бір кемпір де. Сол өтір бір құдай, жаңа атауымыз жаңадай құдайға сыйынған кісі. Бізде жаттап тұрсақ та сол атамызға сыйынып тек. Жарылғаған құдай жарылғай көрдік тек. Жаңғыз баланың тілегін тілеп. От жақта тұрсақ та. Жұмысқа шаршасақ та дода қуат алып. Жұмысқа налысақ та содан Алла тағалада жаңа пір берген кісіге де нерем алып. Сыйынып. Соның бір қалған сүйегі болса да иіскеп. Менікі емес құдайдікі ғой. Жаңғыз бала өзі оқыды, өзі қойды, жаңа айттым ғой. Бірінші класс оқығасында бүткіл халық мұнда оқысаған ағасы тек. Қайерде зат бар соны сүйрейді. Қайерде орыс тіл болса да соны сүйрейді. Соның бәрі өтіп немен қайратын білмеймін, соғыла қайрат. Соны сары жібін байлаған, көк жіп байлаған қой біздікі айдап кел деймін сол. Сонда мына әуеден сырайын алып жазу жазы. Сонда жаңағы абысындар мейді. Қарағас қайсылды. Жаңғызы біліңді қарап, соны әуенін жазып бәді. Бірдемі қағып көтсі қайтеді. Құдай берейін деген баласы болса, сәні өзімен берер.